Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз апта сондағы жаңа тесттер талдайтын боламыз. Ендеше барлығымыз ыңғайлана отырып бүгінгі тестімізді бастайық. Так, достар, бізде арнаға тіркелмегендер болса, арнаға тіркеліп кетейік. Себебі бізде 72% адам 5 подписка қарайды екен. Арнаға тіркелмей қарайды екен. Сондықтан барлығымыз тіркелейік, максималды қолдап жіберейік. Ендеше тестімізді бастайық. Так, бізде бірінші сұрақ. Ақ автокөлік жүргізушісіне көрсетілген жерде тоқтауға рұқсат етіледі ме дейді. Так, мен достар анимацияны басынан қосып жіберейін. Так, қызыл автокөлігі жүріп кетті. Ал ақ автокөлікке мына жерде тоқтауға рұқсат етіледі ме дейді. Бұл жерде бізде тоқтауға рұқсат етіледі ақ автокөлікке. Тек бір жағдайда, ол бізде мәжбүрлі тоқтау кезінде, яғни ол бізде аварийкасын жағады, или адам түсіреді, или машинасын қалған кезде тоқтауға рұқсат етіледі. Мәжбүрлі тоқтау деп аталады. Біздің жауабымыз қандай? Д жауабы. Так, біздің жауабымыз дұрыс. Так, екінші сұрақ. Иммобилизация шинасы ретінде пайдалануға болатын заттар. Так, бұл бізде медициналық сұрақ. Иммобилизация. Мен өзім бұл сұрақтың жауабын білмеймін. Тек жаттанды сұрақ бар, менде медициналық сұрақтардың базы фундамент. Бізде бұл жерде жауап екі нұсқада дұрыс. Так, сіздер скрин жасап алыңыздар осы жауапты медициналық сұрақтарды. Иммобилизация шинасы ретінде пайдалануға болатын заттар. Жаңағы А мен Б варианты бізде келеді, яғни екі нұсқада дұрыс. Так, үшінші сұрақ. Жүргізуші алдында келе жатқан көлік құралына дейін қандай арақашықтық сақтауы тиіс? Так, достар, бізде негізінде көліктер арақашықтығы болмайды негізі. Болады, бірақ біз өзіміз сақтауымыз керек ол арақашықтықты. Бізде 10-15 метр емес, 15-20 метр емес. Біздің жауабымыз С варианты кенет тежелу жағдайында соқтығысты болдырмауға мүмкіндік беретін, яғни. Жол апаты болмау үшін сондай арақашықтықты сақтауымыз керек, мейлінше. Так, төртінші сұрақ. Жеңіл автомобиль жүргізушісіне қиылыста кері бұрылысты орындауға рұқсат етіледі ме дейді. Так, достар, бұл знакты білетін шығарсыздар, бұл бізде кері бұрылуға тыйым салынады белгісі. Сондықтан бұл жерде кері бұрылысты орындауға рұқсат етілмейді, тыйым салынады. Біздің жауабымыз дұрыс. Бесінші сұрақ. Жеңіл автокөлік жүргізушісі бұрылуды дұрыс орындады ма дейді. Так. Достар, бізде мынандай бағдаршамдар бар. Мына бағдаршамды сіздер күнделікті өмірде көріп жүрсіздер, мына жасыл жанып тұрған. Мына төбеде тұрған екі бағдаршам тұр ғой, X, яғни астыға қарап тұрған. Бұл бізде реверстік бағдаршамдар. Бұл көп қалаларда болмайды. Бұл болса бір Алматы, Астана, Шымкент қалаларында бар шығар. Өзім барып көрмедім ол қалаларға. Осы бағдаршам үлкен қалаларда болады негізінде. Так. Бұл жерде менің ойымша, яғни бұл сұраққа мен жауап бергем талай. Реверстік бағдаршамның кезінде мына жақта бізде X-тің қасында тұрған белгі бар емес пе? Сол бізде жасыл жану керек. Сол кезде ғана рұқсат етіледі мына екінші, үшінші полосаға кіруге. Ал бұл жағдайда кіруге тыйым салынады. Ешқандай бағдаршамда ешқандай жанып тұрған жоқ. Біз мына бағдаршамға бағынамыз. Сондықтан жеңіл автокөлік жүргізушісі бұрылуды дұрыс орындады ма? Иә, бұл жерде дұрыс орындады. Иә, бізде реверстікте тыйым салынып тұр, сондықтан мына полосамен бұрылды. Так, 6. Көп жолақты жолда жүру кезінде жүргізуші не істеуі қажет дейді. Бізде көп жолақты дегеніміз түсініп тұрсыздар ғой да өздеріңіз. Көп жолақты, яғни. А, бізде үлкен жылдамдықпен қозғалу үшін қозғалыс жолағын ауыстырып отыру. Б. Көршілес жолақтар бойынша қозғалып келе жатқан көлік құралдарына үнемі назарда ұстау. С. Ескерту белгілерін қоспастан қайта ауыстыруды жасау. Ескерту С вариантынан бастап талдасақ, ескерту белгілерін қоспастан дейді. Бізде всегда ескерту белгілерін қосуымыз қажет. Оны білесіздер, бұл элементарный сұрақ, яғни бізде ескерту белгілерінен, чтобы қасымыздағы көлікке қайда бұрылайын деп жатыр, қай жаққа бұрылайын деп жатыр, соның бәрін ескертіп отыруымыз керек қой. С вариантымен келіспейміз. Так, А варианты. Үлкен жылдамдықпен қозғалу үшін қозғалыс жолағын ауыстырып отыру. Ешкім сізді жүктемейді. Сіз үлкен жылдамдықпен жүріңіз деп
Сондықтан үлкен жылдамдықпен қозғал деп саған ешкім айтпайды ол жақта. Біз А вариантымен келіспейміз. Б варианты көршілес жолақтар бойынша қозғалып келе жатқан көлік құралдарын үнемі назарда ұстау. Біздің жауабымыз қайсы? Біздің жауабымыз Б жауабы. Біздің жауабымыз дұрыс. Так. Бізде 7-ші сұрақ. Ақ автокөлік жүргізушісіне қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыруға рұқсат етіледі дейді. Бізде ақ автокөлік қай жаққа жүруге рұқсат етіледі деп сұрап жатыр. Анимацияны басынан қосамыз. Так. Ақ автокөлікте міне сызық тұр. Ол бізде тура жүруге болады және солға жүруге болады. Біздің жауабымыз қандай? Тура және солға. Так. 7-ші сұрақтың жауабы дұрыс. 8. Мопед жүргізушілеріне солға немесе кері бұрылуға тыйым салынады дейді. Мопед жүргізушілеріне солға немесе кері бұрылуға тыйым салынады. Так, тек трамвай қозғалысы бар жолда жүргенде, Б. Тек сол бағытта бірнеше қозғалыс жолағы бар жолда жүргенде дейді. С. Тізімде көрсетілген екі жағдайда дейді. Так, логично ойлайық. Тек трамвай қозғалысы бар жолда жүргенде. А вариантында бізде негізі тыйым салынады. Өйткені қауіпті ғой бізде. Б. Бізде тек сол бағытта бірнеше қозғалыс жолағы бар жолда жүргенде. Так, бұл ойландыратын сұрақ. Мен қателессем ренжімеңіздер бұл сұрақтан. Бізде осындай өте қиын сұрақтар болады. Так, біздің вариантымыз С деп белгілеп көрейік. Екі бағытты бізде қауіпті сияқты. Так, біздің жауабымыз дұрыс. С. Оқып алайықшы енді объяснениені. Ереже мопедтердің жүріс бөлігінің оң жақ шетінде ғана бір жолақпен қозғалуына мүмкіндік бергендіктен, қозғалыс үшін басқа жолақтарды пайдалануға болмайды дейді. Сондықтан мопед жүргізушілеріне трамвай қозғалысы бар жолда немесе белгілі бір бағытта қозғалыс үшін бір жолақтан артық жолдарда солға бұрылу немесе айналып өтуге бұрылуға тыйым салынады. Так, түсінікті болған шығар, сіздерге. Осыны скрин жасап алыңыздар, осы сұрақты объяснениемен бірге скрин жасап алыңыздар. Так. 9. Рұқсат етілген ең жоғарғы салмағы 3,5 тоннадан кем жүк автокөлігін басқарып солға бұрылуға рұқсат етіледі ме дейді. Так. 3,5 тоннадан кем деп тұр. Мына сұрақта бізде, мына белгіде бізде 3,5 тоннадан асатын көліктерге тура жүруге ұсынылатын бағыт. Ал бұл көлік бізде 3,5 тоннадан кем болғандықтан оған бізге, ол көлікке бізге барлық жаққа қозғалуға рұқсат етіледі. Негізі. Әрине рұқсат етіледі. Біздің жауабымыз дұрыс. 10. Көк түсті жарқылдақ шамшырағы және арнайы дыбыстық сигналы қосылған автокөлік жақындаған кезде жеңіл автокөлік жүргізушісі міндетті іс-әрекеті қандай дейді. Бізде полиция асығып кетіп бара жатыр. Қай жаққа баратқанын білмейміз. Бұл жерде бізде көлік логично ойласақ, сөзден қателесіп жатын, өте қобалжып тұрмын достар. Бүгін. Так, көлік бізде логично ойласақ, мына жолаққа ауысу керек та, оң жолаққа. Содан өткізіп жіберу керек. Енді жауаптарға қарасақ. Бұдан әрі қозғалысты жалғастырады. Так, полиция штраф салып жіберуі мүмкін, ол қозғалысты жалғастырса. Яғни ол қалай айтсам болады, мешать етіп жатыр. Мына көлікке олай жалғастырып кетсе. Б. Оң жақ жолаққа ауысып жылдамдықты төмендетеді. С. Тротуардың қасында тоқтайды. Зачем бізге тротуардың қасында тоқтап? Өткізіп жіберсек болды емес пе да? Біздің жауабымыз қандай? Б. Жауабымыз дұрыс. 11. Қандай қашықтықта елді мекендерден тыс апаттық тоқтау белгісі қойылуы тиіс дейді. Так. Бізде осы апаттық белгі всегда естеріңізде сақтап алыңыздар. Ертең көлік айдағанда болады ғой сіздерде. Апаттық белгіні сіздер 30 метрден жақын қоймайсыздар. Всегда. Біздің жауабымыз дұрыс. 12. Елді мекендерден тыс жерде орнатылған кезде көрсетілген белгілердің қайсы қайталанады дейді. Елді мекеннен тыс.
Бірінші сұраққа қарасақ, бұл бізде қала ішінде де жүретін тұратын белгі. Екі бізде қаланың қақ ортасында тұратын белгі. Төрт бізде елді мекеннен тыс емес, әйтеуір елді мекендерде орналасатын белгі. Бұл мына бір мен екіні білесіздер бұл белгіні. Ал төрт бұл бізде тең мағыналы жолдардың қиылысуы деген белгі. Сақтап алыңыздар, естеріңізде ол бізде төрт жолақ бар емес пе? Төрт жолақтың бір-біріне қиылысуы, яғни кетіп бара жатыр көлік және оң жақтан бізге жол беруі тиіс. Яғни төрт жолақты болған кезде мына көлік мына тура бара жатса бір көлік, ол правый помех, яғни оң жағына жолақ береді. А мына жақтағы көлік оң жағына жолақ береді. Солай бізде ол жерде бізде бағдаршам ештеңе болмайды. Осы тең мағыналы жолдардың қиылысуы деген белгі арқылы сіздер жол ережелерін сақтап өтесіздер осы төртте. Ал бізде 3 пен 5 қалып тұр. 1 мен 2 келмейді. Так, 3 пен 4 келмейді. Себебі ол бізде елді мекендерде орналасады. Меніңше 4. Ал елді мекеннен тыс ол бізде 3 пен 5. Біздің жауабымыз дұрыс. Скрин жасап алсаңыздар болады. Асықпай ақ қояйық. Уақытымыз өте көп. 13. Тұрғын аймақта үйрену мақсатында көлік жүргізуге рұқсат етіледі ме дейді. Тұрғын аймақта дейді. Тұрғын аймақта өздеріңіз білесіздер, 20 км/сағаттан асуға болмайды. Көлікпен кірген кезде тұрғын аймаққа, және бұл жерде балалар ойнап жүруі мүмкін. Мына белгіден көріп тұрсыздар, өте қауіпті. Сондықтан бұл жерде рұқсат етіледі ме? Әрине рұқсат етілмейді, тыйым салынады. Осындай бізде обучение болса. Зачем тұрғын аймақта дайындау? 14. Сананың қысқа мерзімді жоғалуы нені білдіреді? Сананың қысқа мерзімді жоғалуы. Так, қысқа мерзімді. А вариантына келсек, кома дегеніміз ол не? Кома дегеніміз ол бізде, яғни сананың ұзақ мерзімді жоғалуы. Комаға түсіп қалды деп айтып жатады, білесіздер ғой. Комаға түсіп қалды деп. Ұзаққа кетіп қалады. Эпилепсия дегеніміз, оны білмедім өзім. Арнайы өздеріңіз іздеп көрсеңіздер болады. Негізі қызық, медицина деген. Так, Б бізде талып қалу дейді. Осы біздің жауабымыз. Талып қалу. Қысқа мерзімді. Талып қалды дейді ғой, тұрады бетіне су шашып жібереді. Яғни бұл қысқа мерзімді оянып кетеді қайтты. Ал комада ондай емес. 15. Солға бұрылған кезде ақ автокөлік жүргізушісі жол береді. Автокөлік кімге жол береді? Бізде бұл сұрақтар қайталанып келіп жатыр. Ана тест талдауларда болды осы сұрақ. Ақ автокөлікте біз главныйда келе жатыр. Мына сары знак сартақпен бұл бізде главный, яғни қарамен жазған ол главныйдың жүретін жолы, яғни кім главный, соны қарамен сызып қояды, короче. Бұл жерде ешкімге жол бермейді. Бізде ақ автокөлік главный, ешкімге. Көгілдір және қызыл жыбылықтайтын шамшырағы және дыбыс сигналы қосулы көліктердің басқа көліктердің алдында басымдығы бар. Бұлардың бізде басымдығы бар, үнемі негізі, бірақ оларға жол бергеніне көз жеткізе отырып. Біздің жауабымыз Б. Осы сұрақты скрин жасап алыңыздар, қиын болмаса. 17. Берілген көлденең таңбалауы нені білдіреді? Мына бізде көлденең таңбалау бізде қысқарып бара жатыр. Мына жағына үлкен болып, ол бізде А вариантынан бастап талдаса үдеу немесе тежеу жолағын. Б. Бір бағыттағы көлік ағындарының бөлу жерін. Так. Д. Бағыттаушы қауіпсіздік аралшығын дейді. Түсінбедім. Аралшығын дейді ма? Біз Д вариантымен келісе алмаймыз. А. Үдеу немесе тежеу жолағын. Бізде өздеріңіз біліп тұрғандай бір вариант қалып тұр. Ол бізде көлік ағындардың бірігу жерін, яғни бірігіп бара жатыр, қысқарып бара жатыр. Сондықтан мына екі көлік жол біргеді. Және бұл жерде бізде уступи дорогу, мына қызыл таңбалауды көріп тұрсыздар. Бұл бізде мына жүк автокөлігі, мына жеңіл автокөлікке жол береді. Екеуі қосылады қазір. Сол кезде жеңіл автокөлік бірінші болып өтеді. Бұл бізде көлік ағындардың бірігу жерін деп атайды. 18. Көк таяқта тіркеп сүру рұқсат етіледі ме дейді. Көк таяқта бізде рұқсат етіледі тіркеп сүруге. Бірақ А вариантын
сразу басып белгілеп жүрмейміз, өйткені бізде астында да варианттар бар. Б. Ұзындығы 4 метрден артық емес иілгіш тіркеуде рұқсат етіледі дейді. С. Иілгіш тіркемемен тыйым салынады. Біз айтып көктайғақта иілгіш тіркемемен тыйым салынады, яғни бізде иілмейтін тіркемелер бар, солармен рұқсат етілетін болып тұрған ғой сонда. Бұл сұрақтың жауабын білем. Бұл бізде С варианты, иілгіш тіркемемен тіркеп сүруге тыйым салынған иілгіш тіркеме. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне оңға бұрылуға рұқсат етілген бе дейді. Бұл сұрақта бізде мына екі белгіні талдап жіберсек, көк ол бізде жүк автокөліктеріне жүру үшін ұсынылатын бағыт, яғни жүруіне ұсынылатын бағыт. Ол бізде 3,5 тоннадан асатын, 3,5 тоннадан кем барлығына болады жүруге. Ал мына қызыл знак ол бізде 3,5 тоннадан асатын жүк автокөліктеріне тыйым салады. Ал 3,5 тоннадан кем жүк автокөліктеріне жүруге рұқсат етіледі. Ал бұл жерде бізде жеңіл автокөлікке ешқандай белгі әсер етіп тұрған жоқ. Жеңіл автокөлікке барлық жолақта жүруіне рұқсат етіледі. Рұқсат етіледі әрине. 20 сұрақтың жартысына келді. 40 сұрақтың. Көк автокөлік жүргізушісі қиылыстан өткен кезде кімге жол береді? Достар, бұл жерде бізде уступи дорогу, яғни жол беріңіз белгісі. Бұл жерде кім главный? Бізде автобус главный, одан кейін бізде мына жеңіл автокөлік, және одан кейін бізде мотоцикл жүргізушісі. Жоқ. Осы автобус пен жеңіл автокөліктен кейін бізде көк автокөлік, содан кейін барып бізде мотоцикл. Мотоцикл бізде правый помех дегенге бағынады, яғни манағы айтқан оң жағынан жол береді. Оң жақтан келе жатқан жеңіл автокөлікке мотоцикл. Сосын барып соңынан мотоцикл өтеді. Бұл жерде автобус және жеңіл автокөлікке жол береді. Анимацияны қарасаңыздар болады. Өте әдемі істеген бізде. Енді мотоцикл жүреді. 21. Жеңіл автокөлікке көрсетілген жерде тұруға рұқсат етілген бе дейді. Әрине рұқсат етіледі тұруға. Бұл жерде бізде көлік ана жерге барып тоқтайын деп жатыр ғой, бірақ логично ойласақ. Мынаның қақ алдына тоқтауға бірақ тыйым салынады. Мынаның қақ алдына. Сондықтан рұқсат етіледі, қараңыздар. Ана жерге барып тоқтайын деп жатыр. Ал мынаның қақ алдына тоқтаса, ол кезде бізде тыйым салынады. 22. Бір уақытта жолақ ауыстыру кезінде кім жол береді? Достар, мен алдыңғы видеоларда да айтып жатырмын, осыны тағы да айтайын. Достар, бізде мысалға екі жолақ болса, ол екі жолақтың бізде оң жағындағы жолақ, ол бізде всегда бірінші өтеді, қай жаққа бара жатса да, ол бізде главный жолақ, яғни басты жол. Ал мына жағында, сол жағындағы жолақ, ол бізде всегда оң жақтағы жолаққа жол беріп отырады, оған бағынып отырады, оның не істеп жатқаны барлығына бағынып отырады, өйткені ол бізде уступать етіп отырады, всегда беріп отырады жолды. Сондықтан бұл жерде жолақ ауыстыру кезінде кім жол береді, достар? Жауаптарыңызды айтып көріңіздерші, бірінші өздеріңіз. Айттыңыздар да. Әрине кім жол береді? Ол бізде жүк автокөлік жүргізушісі. Біздің жауабымыз дұрыс. 23. Көлік құралын апта сайынғы жүргізу ұзақтығы мынадан аспауы тиіс. Мен суытшы болайын, күте тұрыңыздар. Так, 23. Көлік құралын апта сайынғы жүргізу ұзақтығы мынадан аспауы тиіс дейді. Так. Достар, осы сұрақты скрин жасап алыңыздар, мен қазір жауабын белгілеймін. Бізде көлікті апта сайынғы жүргізу ұзақтығы 30 сағат. Бізде күн сайын көлік жүргізу бізде ол 8 сағаттан болады. Сіздер күн сайын 8 сағат көлік жүргізулерін тиіс, яғни одан аспауы тиіс. Және бізде 4 сағат жүргеннен кейін бізде жарты сағат демалуымыз қажет. Ол бізде
психологиялық тұрғыда да физикалық тұрғыда да өте қиын болып кетеді. Себебі 4 сағат бойы машинада отырған кезде қиын ғой. Мысалға біз жарты сағат демалып алуымыз керек. Так, бұл сұрақтың жауабы бізде, достар, күте тұрыңыздар, 30 сағат емес, 30 немесе 40. Мен шатасып тұрмын. Мен ойымша 40 скрин жасалыңыздар. Все. Міне рисковать етіп белгіледім. Все, түсіріп алдыңыздар ма? Болды. Түсіріп алатын зат емес, жаттап алсаңыздар болады. Берілген жерде қызыл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етіледі ме дейді. Анимацияны қарадық, көк автокөлік мына жақтан шығып жатыр. Қызыл автокөлік бұл жерде бізде максималды ережені сақтап тұр. Себебі мынандай бұрылатын жерлерде тоқтауға тыйым салынады. Қызыл автокөлік ол жетпей үші тағы да арақашықтық сақтап тоқтап тұрды. Әрине рұқсат етілген. 25. Жеңіл автокөлікке көрсетілген жерде тоқтауға рұқсат етіледі ме дейді. Достар, бұл автомагистрал. Автомагистралда бізде көліктер 140 км-ден астам жылдамдықпен жүреді. Оны білесіздер өздеріңіз. Бұл жерде бізде рұқсат етіледі. Тек бір жағдайда. Тәуліктің жарық уақытында ғана дейді. Рұқсат етіледі дейді. Тыйым салынады. Бұл жерде рұқсат етіледі. Тек мәжбүрлі тоқтау кезінде ғана. Біздің жауабымыз С варианты. Мәжбүрлі тоқтау кезінде. Ақ автокөлік жүргізушісінің оң жақ жолаққа ауысқан кездегі қандай әрекеті дейді. Так, достар, бұл жерде бізде ақ автокөлік мына жерде жол беру тиіс. Қара өткеннен барып өтеді. Себебі оны білесіздер, бұл жерде басымдықты алып тұрған қара автокөлік. Ол біріншіден главный жолда келе жатыр, қара автокөлік. Екіншіден ақ автокөлік мынандай бұрыштарға түсіп қалған кезде, ол оң жақтағы көлік болсын түсіп қалса, всегда мына тура баратқан көлік бірінші өтеді, ал бұрылайын деп жатқан көлік жол береді, всегда. Қара автокөлікке жол береді. Так, 27. Осы жол белгісі жүргізушіні не туралы хабарландырады дейді. Так, А. Қиылыста рұқсат етілген қозғалыс бағыты туралы бағдарлы көлік құралдарына арналған жолға шығу, реверстік қозғалысы бар жолға шығу, бір жақты қозғалысы бар жолға шығу дейді. Так, достар, бұл жерде біздің жауабымыз бір жақты қозғалысы бар жолға шығу. Себебі реверстік деген жол бізде С вариантында келіспейді. Реверстік жолды оны білесіздер, мана көрсеттім. Бағдарлық көлік құралдарынан, бағдарлық көлік құралдар дегеніміз ол бізде трамвай, автобус секілді көліктер, олардың жолы ешқандай көрініп тұрған жоқ. Бұл жерде қиылыста рұқсат етілген қозғалыс бағыты туралы. Қиылыста рұқсат етілген қозғалыс бағыты, және оның қасына қосылады, ол бізде бір жақты қозғалысы бар жолға шығу. Осы белгі бізде бір жақты қозғалысы бар жолға шығу деген белгі. Біздің жауабымыз Д. Жауабымыз дұрыс. 28. Қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған көлік құралын жүргізу кезінде жүргізушіге оларды тақпауға рұқсат етіледі ме дейді. Енді осындай сұрақтар бар бізде автосында, өте логичный сұрақтар. Әрине тыйым салынады, достар. Белдікпен всегда жүруіміз керек. Өзім үшін ол ешкімге керек емес. Өзім үшін, біріншіден денсаулығым үшін, екіншіден ол бізде штраф аламыз, артық шығын болады ол. Сондықтан тыйым салынады. 29. Жеңіл автомобиль жүргізушісінің қиылыста кері бұрылуды орындау мүмкін бе? Так, мына белгіге қараймыз. Ол бізде солға бұрылуға тыйым салынады белгісі, ал бұл жерде бізде кері бұрылуға тыйым салынады деген белгі көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан орындау мүмкін. Мана көрдіңіздер ғой, кері бұрылуға тыйым салынады деген белгіні, осының алдындағы. Мана айтып кеттім. Так, бір сұрақта. Ал бұл жерде бізде солға бұрылуға тыйым салынады деп тұр. Сондықтан мүмкін. Біздің жауабымыз дұрыс. 30. Көрсетілген траекториялардың қайсысы бойынша оңға бұрылуға рұқсат етілген? Бұл да бізде өте логичный сұрақ. Бізде әрине А мен бұрылуға рұқсат етіледі. Тек достар бізде бір
нюанс бар. Осындай сұрақ бар бізде автосонда. Тек мына белгі түзу емес, ол бізде андай ашық ортасы, яғни кіруге болады деген жолаққа, аға бізде сол кезде кіруге рұқсат. Мыналарды көріп тұрсыздар ғой, мынандай болады бізде. Мен телефон қолыммен көрсетіп жатырмын, басып. Осындай болған кезде бізде бір жолағына түсіп, оңға бұрылуымыз тиіс. А-мен бұрылуға тыйым салынады ондай кезде. Ал бұл жағдайда А-мен бұрылуға рұқсат етілген. Сондықтан тек А траекториясы бойынша. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде кімге жол береді? Достар, бұл кезде бізде всегда трамвайға жол береміз, өйткені трамвай бізде всегда главный болады. Тек главный болмайтын жерлері бар. Ол бізде трамвайдың алдында уступи дорога белгісі және трамвайдың бағдаршамы бізде жүруге тыйым салынады деп тұрған кезде жол бермейміз. Ондай кезде бізде жеңіл автокөлік бірінші өтеді. Ал бұл жерде тек трамвайға жол береміз. Өйткені жүк автокөлігіне жол бермейміз. Ол бізде бұрылыс жасайын деп жатыр. Ал тіке жүрсе, бәлкім жол береміз. Тіке жүргенде керек емес ешкімге жол беруге. Ал бұл жерде бізде тек трамвайға ғана жол береміз. 32. Осы жағдайда деподан шығып келе жатқан трамвай қандай көлік құралының жүргізушісіне жол береді? Достар, бізде тағы да бар. Ол бізде депо дегеніміз, міне көрініп тұр өзі. Деподан шығып келе жатқан трамвай барлығына жол береді бұл жерде. Барлығына. Соңғы өтеді бұл трамвай бізде. Ал мына жағдай бар тағы. Депоға кіріп бара жатқан деген бар. Ол депоға кіріп бара жатса, депоға кіріп бара жатқан кезде трамвайға бәрі жол береді. Максималды бәрі жол береді трамвайға. Трамвай бірінші өтеді ондай жағдайда. Ал деподан шығып келе жатса, трамвай барлығына жол береді. Жүргізуші құралының. Осы жағдайда деподан шығып келе жатқан трамвайға қандай көлік құралының жүргізушісі жол береді? Жүргізушілердің ешқайсысы. Достар, бұл трамвай деген неге керек сіздерге? Реверстік жол, автомагистрал деген сіздің қалаларыңызда болмаса неге керек деген сұрақ болады осы жерде. Ол сұрақ, мысалға, сіздер көлікпен ертең Ресейге баратын шығарсыздар, Өзбекстанға баратын шығарсыздар, шетелге шығатын шығарсыздар, басқа мықты. Сондай кезде керек та. Бұл фундаментті алып алмасаңыздар, ертең қиын болады әрі қарай. Қиын болмайды, енді оқып аласыздар, ол ақша бар кезде оқып аласыздар оның барлығын, Бірақ бұл базовый білімдерді алып алған дұрыс негізі. 33. Бұл жағдайда жеңіл автомобиль жүргізушісі міндетті. Автобуста бізде жеңіл балалар өтеді деп тұр. Сондықтан бізде мына жеңіл автокөліктер жол беруі тиіс. Автобус тоқтаған жағдайда. Біздің жауабымыз таубал екенді. Осы 3 варианттан. Жылдамдықты азайтуға, қажет болған жағдайда тоқтауға және балалар тобын өткізіп жіберуге. Міне біздің жауабымыз А варианты, ал бұмен С керек емес. Бізде А варианты дұрыс. А варианты дұрыс. 34. Жүру бөлігі бойынша мопедтердің қозғалысы рұқсат етіледі ме дейді. Жүру бөлігі бойынша мопедтердің қозғалысы рұқсат етіледі ме дейді. Әрине рұқсат етіледі, тек бір жағдайда мопед бізде оң жақ шеткі жолақпен жүруі тиіс. Енді біздің жауабымыз тауып алайық. Д. Тыйым салынады. С. Рұқсат етіледі. Рұқсат етіледі. Тек бағана айтқандай оң жақ жолақпен жүру керек. Б. Жүргін бөлігінің сол жақ шеті бойынша ғана рұқсат етіледі. Бұл жауабымыз дұрыс емес. А. Жүргін бөлігінің оң жақ шеті бойынша рұқсат етіледі. Міне біздің жауабымыз А. Скрин жасап алыңыздар, керек болады. Келеді бұл сұрақ. 35. Осы белгі аталған жүк көліктерінің қайсысы жүруге тыйым салынады дейді. Достар, бізде осындай 5 ТЦ деп тұрса, 5 ТЦ осындай болып тұрса, ол бізде нақты салмағы 11 тонна болатын 2 есе осьті деген белгі. Бізде тағы да бар, ол 8 ТЦ деп тұрса, ол бізде 24 тонна болатын. Соны жаттап алыңыздар. Біздің жауабымыз А. 11 тонна. 5 ТЦ деп тұрса 11 тонна. 8 ТЦ деп тұрса, ол бізде 24 тонна. Көлік құралының конструкциясында
көзделген бүйірлік айналары болмаған кезде автомобильді пайдалануға рұқсат етіледі ме дейді. Қалай ойлайсыздар енді өздеріңіз бұл сұрақ? Бола ма бұлай? Әрине достар, бізде болмайды айнамен жүруге, себебі бізде жан-жағымызға қарауымыз керек, айналамызға. Айна болмаса енді білесіздер не болатын. Сондықтан тыйым салынады. 37. Мотоциклда 12 жасқа дейін балаларды тасуға рұқсат етіледі ме дейді. Достар, бізде 12 жасқа дейінгі балаларды мотоциклда тасуға рұқсат етіледі, тек бір жағдай бізде талап етіледі. Ол бізде травма деп қой, жаңағы мотоциклдің қасында тіркеме сүйремесі болу керек. Тіркемелі жүретін несі. Яғни 3 баллон болады бізге, мотоцикл соны бізде қосып алған кезде. Сондай жағдайда ғана 12 жасқа дейінгі балаларды тасуға рұқсат етіледі. Яғни біздің жауабымыз ол тыйым салынады, бүйірлік тіркемесі бар мотоциклдар рұқсат етіледі. Яғни бүйірлік тіркемесі бар жағына 3 баллон болады ол мотоцикл сондай жағдайда. 38. Жолаушыларға қозғалыс кезінде тыйым салынады дейді. Достар, осы сұраққа қарасаңыздар, мына сұрақ бізде жауапты өзі беріп тұр да. Ертең келеді ғой автотонда барған кезде, сізге тапсыратын кезде. Осы кейбір сұрақтар өздері беріп тұрады жауапты негізі. Қатты әуен қосуға. Негізі қатты әуен қосуға болмайды. По идее, бірақ енді қатты әуенмен кетіп бара жатып ұсталған адамды көрген жоқпын әлі өзім. 2. Әйнек көтергіштерді түсіруге рұқсат етіледі. Ол өзіңіздің мүлкіңіз болғандықтан әрине рұқсат етіледі. 4. 1 мен 3 дейді. 1 мен 3 келмейді. 5. Жоғарыда аталғандардың әрекеттерінің барлығы жоқ. Бұл жауапта келмейді. 3. Есіктерді ашуға тыйым салынады. Сіз басқаларға зиян жасайсыз, есіктерді ашып жүрсеңіз. Және өзіңізге зиян жасайсыз, автокөлікті сырып аласыз дегендей. Біздің жауабымыз 3. Достар, мен жаман қобалжып түсіріп жатым, сіздерге айып етпеңіздер. Видеоның соңына келдім, сонда да қобалжып жатым. 39. Жеңіл автокөліктің көрсетілген жерде тоқтауына рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі, белгіден 50 метрден кейін рұқсат етіледі. Тыйым салынады, белгіден 50 метр бойында рұқсат етіледі. Бізде 50 метр бойында рұқсат етілмейді. Ол 50 метрден кейін рұқсат етіледі, тыйым салынады, рұқсат етіледі дейді. Біздің жауабымыз қайсысы? Ол бізде белгіден кейін 50 метрден кейін рұқсат етіледі. 50 метр жүріп кеткеннен кейін осы белгі тоқтауға рұқсат етіледі. Бұл белгі қандай достар? Бұл бізде тоқтауға тыйым салынады белгісі. Біздің жауабымыз Б. Біздің жауабымыз дұрыс. 39 скрин жасап алыңыздар. 40. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне жүк автокөлігін басып озуға рұқсат етіледі ме дейді. Бізде осының алдында қандай белгі болғанын көруімізге болады. Бұл бізде басып озуға тыйым салынады белгісін сызып тастап тұр. Осы белгіден кейін яғни басып озуға тыйым салынады белгісі, яғни кетіп қалады. Мына белгі қосылғаннан кейін бізде басып озуға осы белгіден кейін рұқсат етіледі. Жаңағы белгінің яғни несі бітті осы белгіден кейін, яғни арақашықтығы. Енді мына белгіге бағынады да, ана белгіге бағынбайды. Но осы белгіден өткеннен кейін ғана басып озуға рұқсат етіледі. Яғни басып озуға тыйым салынады белгісін сызып тастады және осы белгіден кейін рұқсат етіледі. Яғни белгіден өткеннен кейін. Біздің жауабымыз дұрыс. 40 сұрақтың иісі шығып тұр достар. Қарап алайық. Біз 40-тағы 40 алдық. Достар, осындай результат сіздерге бұйырсын. Ендеше бұйырса автотонда өздеріңіздің тесттеріңізді тапсырып, вождениелеріңізді тапсырып, бұйырса право алуларыңызға тілектеспін. Барлықтарыңызға сәттілік. Әрқашан біліп алыңыздар. Ендеше удачи барлықтарыңызға. Сау болыңыздар.